Сабақты بسم الله الرحمن الرحيم Расында біз мұны арабша Құран түрінде түсірдік. Әрине түсінерсіңдер. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Мінеки өздеріңізге арналған Құран оқып үйренейік атты бағдарламамыздың 17-ші сабағын бастағалы отырмыз. Кітап-дәптерлеріңізді алып, сабақты бастауға әзір отырыңыздар. Бүгін біз сіздермен хи, я әріптерінің сөз құрамында жазылу көріністерін үйренетін боламыз. Әдеттегідей сабағымызды үй жұмысын тексеруден бастаймыз. Үй жұмысы. Иншалла. Үй жұмысын орындаса қатесін көрсетемін. Сөз басындағы ләм әріпі. Сіздер жазған кезде, мынау жол болса, азат. Сіз былай жазғансыз, мынау көтерілмейді бізде. Ләм әріпінде. Ләм әріпі түзу сызық болып, тігіш бұрыш болып кетеді. Үй жұмысы біз сіздерге қайталауға бергенбіз, өткендегі әріптерді. Алдыңғы сабақта біз қай әріптердің сөз құрамында жазылу көріністерін өттік. Кім айтады? Ернұр? Ләм, мим, лам. Машалла, отырауы. Келесі, біз өткен сабақта өткен қай әріп сөз басында жолдың үстінгі бөлігінде ғана жазылады. Кім айтады? Рүстем? Ол әріптер ләм, нун. Ләм, нун әріптер, Егер еске түсіретін болсақ, сөз басында ләм әріпі. Мынау біздің жолымыз болса. Ләм әріпі жолдың үстінгі бөлігінде, нун әріпі де жолдың үстінгі бөлігінде жазылады. Есімізге түсті ма? Өткенді қайталау. Ләм әріпі сөз басында. Ләм әріпі сөз ортасында. Ләм әріпі сөз соңында. Мим әріпі сөз басында. Мим әріпі сөз ортасында. Мим әріпі сөз соңында. Нун әріпі сөз басында. Нун әріпі сөз ортасында. Нун әріпі сөз соңында. Олай болса, қазір мен айтамын ойын ойнаймыз. Өткенді қайталау үшін. Кім айтады? Азат? Бұл мим әрпінің сөз соңындағы көрінісі. Машалла, отыра ғой. Кім айтады? Ернұр? Бұл мұн әрпінің сөз ортасындағы жазылуы. Машалла, отыра ғой. Келесі бізде кім айтады? Айдын? Ләм әрпінің сөз соңындағы көрінісі. Машалла, отыра ғой. Келесі Мінеки. Кім айтады? Рүстем? Ол мим әрпінің сөз басындағы. Машалла, отыра ғой. Машалла, өткенде естімізге түсті ма? Жаңа сабақ. Бүгінгі өтетін жаңа сабағымыз хи және я әріптерінің сөз құрамында жазылуы.
Хия әріптерін есімізге түсіретін болсақ, хи әріпі бізде тамшыға ұқсатқанбыз, иә? Ал я әріпін Екі жұмыртқаның үстіне жатқан үйрекке. екі жұмыртқаның үстіне жатқан үйрекке, иә? Хи әріпі қалай шығатын еді? Тамақтан ғарылсыз. Хи ғырылсыз. Қазақ тілінде қандай сөзде кездесетін еді? Қаһарман. Қаһарман және шаршағанда деген одағы кездеседі, иә? Ал я әріпі дәл қазақ тілінде и әріпіне ұқсайды, иә? Қатты ерекшелігі жоқ. жазу, Мұқият қарап жазып отырамыз. Сөз басы, сөз ортасы, сөз соңы. Бүгін бірінші сөз құрамда жазылуын үйренетін әрпіміз ол тамшы, иә? Хи әрпі сөз басында жазылған кезде бірінші. Екінші. Үшінші. Төртінші. Көрдік пе? Оң жақтан басталып, жоғарыдан төменге, одан кейін қайтадан жоғары, бұрыш сияқты. Сөз ортасында хи әрпі бірінші сызықша болып басталады, оң жақтан солға қарай. Төмен түсіреміз. Бірінші. Екінші. Жоғары көтеріледі. Үшінші. Төртінші соңғы міне. Көрдік пе? Енді хи әрпі сөз соңында. Мынау бізде бірінші сызық болып басталады. Екінші сызығымыз жоғары көтереміз. Үшінші. Көрдік пе? Хи әрпінің сөз соңында жазылуы. Енді келесі әріп бізде я әрпі. Я әрпі сөз басында бірінші. Таяқша. Екінші. Шамымызды түсіріп, оңнан солға қарай сызамыз. Үшінші. Таяқшамыз сызып, екі нүктесін қоямыз астына. Я әрпінің сөз басындағы қалып. Енді я әрпінің сөз ортасындағысы оң жақтан басталады сол жаққа. Әдетте түзу сызық көтеріліп, шаңғыға ұқсап көтеріледі. Келесі екінші жоғары көтеріліп қайтадан төмен түседі. Үшінші оң жақтан бастап сол жақпен аяқтап астына нүктесін қоямыз. Соңғы енді сөз соңында бірінші сызықпен бастаймыз, оң жақтан солға қаратай. Екінші астына түсіреміз. Үшінші екі нүктесін қоямыз астына. Көрдік пе? Түсінбеген жерлеріңіз бар ма? Олай болса, сіздермен жаттығулар бөліміне өтеміз. жаттығу, Хи әріпі сөз басында. Хи әріпі сөз ортасында. Хи әріпі сөз соңында. Я әріпі сөз басында. Я әріпі сөз ортасында.
Я әріпі сөз соңында. Бүгін үйренген хи және я әріптерінің жазылуын тексереміз. Бірінші тақпішпек ойны. Я әріпінің сөз ортасындағысы. Хи әріпінің сөз басындағысы. Сөз соңындағысы. Я әріпінің сөз соңындағысы. Кім жазады? Рүстем. Я сөз басы. Ярбин сосын. Отыр ал. Дұрыс жасады ма? Жазғыш бек ойнаймыз. Кім шығады? Азат. Азатқа әріп дайындаймыз, айтатын. Бірінші, Рүстем. Я әріпінің сөз басы. Я әріпінің сөз басы. Келесі, Ернұр. Я әрпінің сөз соңы. Келесі. Рүстем. Хи әріпінің сөз ортасы. Хи әрпінің сөз ортасы. Келесі, Айдын. Айн әрпінің сөз басы. Айн әрпінің сөз басы. Машалла. Отыраға. Сіздермен қателік ойнаймыз, Хи әрпі сөз соңы. Я әрпі сөз басы. Я әрпінің сөз ортасы. Келесі. Хи әрпінің сөз ортасы. Кім іздейді? Ернұр. Ши әрпінің сөз соңы былай жазылу дұрыс емес. Сөз соңы былай жазылу. Ал я әрпінің сөз басы. Я әрпінің сөз ортасы. Ши әрпінің сөз ортасы. Қатесін жөндесін шығар. Ағай, қатесін жөндесін шығар. Рүстем. Қандай қате жіберді, Нұр? Ол, мына екеуін ауыстырып қойды ма? Басқа қате көрген жоқсыз ба? Азат. Я сөз соңы солдан оңнан солға жазды. 1. Оң жақтан, Ернұр. Оң жақтан. Я сөз соңы солға жазды. 2. Оң жақтан. 3. Оң жақтан. 4. Оң жақтан. 5. Оң жақтан. 6. Оң жақтан. 7. Оң жақтан. 8. Оң жақтан. 9. Оң жақтан. 10. Оң жақтан. 11. Оң жақтан. 12. Оң жақтан. 13. Оң жақтан. 14. Оң жақтан. 15. Оң жақтан. 16. Оң жақтан. 17. Оң жақтан. 18. Оң жақтан. 19. Оң жақтан. 20. Оң жақтан. 21. Оң жақтан. 22. Оң жақтан. 23. Оң жақтан. 24. Оң жақтан. 25. Оң жақтан. 26. Оң жақтан. 27. Оң жақтан. 28. Оң жақтан. 29. Оң жақтан. 30. Оң жақтан. 31. Оң жақтан. 32. Оң жақтан. 33. Оң жақтан. 34. Оң жақтан.
Машалла. Жақсы. Көрдік пе? Біз жазылуының шартында бастадық, иә? Бірінші, екінші деп жазған кезде осылай оң жақтан. Араб тілінің ерекшелігі бәрі оң жақтан сол жаққа қаратай жазылады. Бүгінгі сабағымызды қорытындыласақ. Қорытынды. Бүгін біз қай әріптердің сөз құрамда жазылуын үйрендік. Кім айтады? Азат? Бүгін біз хи және я әріптерінің сөз құрамында жазылуын үйрендік. Машалла, отыра ғой. Енді келесі сұрақ. Хи әріпі бізде қазақ тілінде қай әріпке ұқсайды? Рүстем? Хи әріпі қазақ тіліндегі қаһарман деген сөзіндегі х әріпіне ұқсайды. Машалла, отыра ғой. Бүгінгі өткен я әріпінің жеке түрде жазылуы қандай затқа ұқсайды? Айдын? Екі жұмыртқаның үстінде жатқан үйрекке. Машалла, отыра. Бүгін өткен хи әріпінің жекеше түрде жазылуы қандай затқа ұқсайды? Кім айтады? Ернұр? Бүгінгі біз өткен хи әрпінің жекеше түрі тамшы суға ұқсайды. Судың тамшысына ұқсайды, иә? Машалла, отыра. Олай болса, үй жұмысы? Үйге тапсырма. Үй жұмысы бірінші тапсырмасы. Бүгінгі өткен хия әріптерінің сөз құрамында жазылу көріністерін дәл бірінші, екінші, үшінші, төртінші деп көрсетілгенде қылып жазамыз. Оң жақтан сол жаққа, жоғарыдан төменге ережесін қатаң сақтаймыз. Екінші, алдыңғы өткен әріптердің сөз құрамында жазылуы, ауыз қуысынан тілдің қалай қойылып шығуы, осының бәрін ережелерін сақтап жаттығамыз. Қаншалықты көп жаттықсаңыздар, соншалықты естеріңізде қалады. Көп қайталаймыз алдыңғы сабақтарды. Кім Кахф сүресінің алғашқы 10 аятын жаттаса, дәжжалдан құтылады. Мінеки құрметті көрермендер, өздеріңізге арналған Құран оқып үйренейік атты бағдарламамыздың 17-ші сабағы да өз мәресіне келіп жетті. Аллах тағала ілімдеріңізге ілім қоссын. Әрдайым біздің бағдарламамен бірге болыңыздар. Бағдарламамыздың келесі санында жүздескенше аман сау болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах елшісі ол кісіге Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Имам Муслим жеткізген бір хадисінде, ұлы Аллах Құран оқыған және ондағы жазылғанға сәйкес амал еткен кісінің ата-анасына қиямет күні тәж кигізеді. Ол тәждің нұры дүниедегі күн нұрынан да жарық болады деген. بسم